Сәлеметсіздер. Ал біз жобамызды жалғастырамыз. Көзіміздің тірісінде деген жобаны жалғастырамыз. Бүгін біздің қонағымыз сонау Ақтаудан келіп отырған біздің жерлесіміз Рыскүл Текеева. Рыскүл, қош келдің еліңе. Ең бірінші өзің туралы айтып кетсең. Сәлеметсіз Майра апа, сәлеметсіздер құрметті жерлестер. Мен енді өте қуанып отырмын. Мына өзім бұрынғы Семей облысы Аягөз ауданы Аягөз қаласында өмірге келгенмін. Қазір енді Абай облысы болып отыр. Өте қуаныштымын. Өте төбеміз көкке жеткендей болды. Әр бала, әр адам өзінің елін, жерін деді ғой. Жақсы көреді ғой. Өте қуаныштымын. Енді сіздер мынандай, маған бір WhatsApp-та не келді? Осындай полигон қол жинап жатырмыз. Сіз Семейге бір келгенде келіп қол қойып кетіңіз деп келін жеңгем. Сосын қалай, мен енді өзім жалғыз қол қоя алмаймын ғой. Менің қаншама жерлесім бар Ақтауда. Сол себептен мен бүкіл оны қалай істеуім керек, не істеуім керек, не жинауым керек, қандай қағаз деп. Содан чатта Райхан деген қыз шықты, администратор Алматыда. Сол кісі айтты, все, мен сізге қандай қағаз керегін жіберемін. Сонымен мен ол жерде өзіміздің қыздарымыз бар. Соларға жібердім, мынаны шығарып әкеп бердім деп. Олар сразу жаңағы полигон 21 деген қағазды шығарып әкеп берді. Содан жаңағы үлкен чатымыз бар. Сол Ақтауда солардың бәріне жаңағыдай үндеу жасадым, келіп қол қойыңыздар деп. Енді өзім бір себептермен келе жатқаннан кейін жиналған қолды алып кеп, Майра апама алып кеп тапсырдым. Бұл көтеріліп жатқан іс өте керемет. Енді 30 жылдың ішінде 30 жыл өтіп кетті ғой. Бәріміз айтамыз, полигон одан қандай зардап шектік деп. Өзіміздің менің папам да қайтыс болды, например, сол зардаптан. Менің атам тіпті ерте жасында қайтыс болыпты, жолдасының әкесі. Қаншама туған туысымыз кетіп жатыр, қаншамадан бала шағалары кетіп жатыр. Сол бәр полигонның зардабынан. Дұрыс па? Енді сіздерге көп рахмет, естіп жатырмын. Өзіңізбен көргеніме танысқан өте қуаныштымын. Жаңағы Қайрат аға, Мұрат аға деп естіп жатырмын. Үлкен іс. Сіздер енді өздеріңіз үшін емес, ұрпақ үшін, бала шағаларымыз жақсы өмір сүрсін, жақсы жаңағы оқу берсін деп, медицина жағын бәрін менде қолға алып жатыр екенсіз. Сіздерге енді өте қуаныштымын. Біз әрине бір жерден бас, бір жерден қол шығарып сіздерге көмектесуге дайынбыз. Қуаныштымын енді. Рыскүл, енді нағыз семейлік қыз екенің көрініп тұр. Тек қана бір қол қоймай, мен де бірдеме үлесімді қосайын дегендей, өте жақсы ол. Енді жаңа сен мен сұрақтарымды жауабын беріп қойдым, тағы да сұрайын. Осы жұмысқа қатысып жүрсің. Рыскүл мына Ақтаудағы чаттың администраторы. Енді ол да уақыт алады. Сонда не үшін, қандай себеппен мына жұмысқа қатысып жүрсің? Тағы да қайталап айтшы. Енді біздің артымызға ұрпағымыз үшін ғой. Сізге ештеме керек жоқ, дұрыс па? Сіз уже пенсиядасыз, қарап отырып. Жоқ, маған да керек, кешір. Пока. Вообще деймін, бізде жас емеспіз, кәрі емес, но біз арттағы бала шағамызға жақсы өмір сыйлауымыз керек қой. Біздің қандай да болсын бір қолымыздың ұшы тиіп соған енді қол жинау, ол көп қиын жұмыс емес қой. Басқа қалаларда жүрген біздің жерлестеріміз көп қой. Жалғыз Ақтауда емес, шетелде жүрген бар біздің жерлестеріміз, дұрыс па? Солардың бәріне үндеу жасағым келеді. Бәріне үндеу жасағым, артымыздағы ұрпағымызға жақсы, салауатты, жақсы өмір сыйлау үшін біздің бір қолымыз ұшы тиіп, осындай жақсы істің арты той болса деп. Дұрыс, енді Рыскүл, бұл мәселе 30 жыл шешілмей келе жатқан мәселе, бәріміз білеміз. Бірақ енді біз қазақтар көбінде тәуба деп жата береміз. Сондықтан қазір 30 жылдан кейін жаңа оянып келе жатқан сияқты болдық. Ол мына семейліктен басталып жатыр. Бұл Қазақстан бойынша әр қалада, әр ауылда қазір ақпарат жетіп, семейліктер бірі-бірін іздеп, тауып жатқаны өте керемет. Мен сұрайын дегенім, мына
енді бір жағынан әрине қазір уақыт сондай, сіздер сондай алыс кеттіңдер батысқа, иә. Батыс халқын біз білеміз адайлықтарды. Адайлықтар осы семей десең ішкен тамағын жерге қояды, білем. Бізде адайлықтардың рухы қандай, қаны бар азаматтар. Сен қалай айтасың? Уже неше жыл тұрасың ол жақта? Біз 13 жылға кетті. Біз ол жерге барғанша адайлықтарға мен басым деймін. Өте жақсы, жаңағы қазақи нені өте мықты ұстаған. Сол Маңғыстау облысы. Тілді сақтау. Тілді өте сақтаған. Келін, ене, әр нәрсенің өзінің орны бар. Ол кісілерден үйренетіндеріміз көп. Ол жердің суын ішіп, жаңағы ауасын жұтып атқаннан кейін, ол кісілерге адайларға мен өте басым деймін. Ол жерден көптеген жеңгелеріміз бар, даже ол ағаларымыз қайтыс болып кетті. 11 бала қалды арттарында. Ол да жаңағы зардап ошақтан алып кеткен полигонның зардабының несі ғой. Ол кісінің де қаншама ұрпақтары қалды. Ол жақта көп ағаларымыз жаңағы адайдың қыздарын алып, өсіп, өніп, олар қан ғой, қанды ешқандай сатып ала алмайсың ғой, оны ауыстыра алмайсың. Сол себептен адай еліне мен өте барғаныма қуаныштымын. Ол кісілерге үлкен сәлем жолдаймын. Сіздердің енді аманат дейді ғой, енді бұны алып барам, ары қарай ол кісілер мені қолдайды деген мен оған 100% сенімдімін. Мен өзі сені бірінші көргенде адайлықтарға тура ұқсайтын сияқтысың, бірақ сен біздің жақтың батыр қыздардың бірісің. Сондықтан осы адайдың несі бізге де кішкене жұқсын, менің ойымша. Ал енді мен мына жуырда көптен тосқан бір Тоғжан Касенова деген біздің жерлесіміз, Америкада жүрген профессор, ағылшын тілінде кітап жазған «Атом улаған дала» деген. Осы кітабын туған тіліне аударып, осында келіп танысқанбыз. Сондай, енді ең бірінші кітапты ең алыста жүрген біздің жерлестерге сыйлайып, ренжімейтін шығарсыздар сізде. Мына кітап саны 24-ақ дана келді. Сондықтан аз болғандықтан әр қалаға бір кітап береміз. Рахмет. Бір-бірлеріңізге беріп оқыңыздар, өте керемет кітап. Рахмет. Көп рахмет. Аманатқа қиянат жасамаймын. Оқимын деген адамдар, мен өзім чатқа шығып сіздерге айтамын, қай жерден алып кетіп оқуға болады. Рахмет сіздерге көп. Өзіңе рахмет, жолдарың болсын, сәлем айт. Рахмет, аумен айтқаныңыз келсін. Рахмет көп.